Қазақтарға жасылған қасақана қиянатқа қарсы тіпті сонау Ханқилы патша заманының өзінде Герцен араша түсіп еді. Пушкин жаны ашып жазып еді. Ұлы Толстой езілген халықтардың жоғын жоқтап еді. Қайда қазір солардың әділетті ұрпақтары? Қазақстанда қазақ тілімен қатар орыс тілі де мемлекет тіл болсын деп, немесе қазақ тілімен қатар жүретін тіл болсын деп қиян кескі қызылкеңірдек болып жүргендер осының ақырын ойлай ма екен? Ал бұл әрекеттің ақыры не боларын білу үшін пайғамбар болудың қажеті жоқ. Онда қазақ тілі қураған тулақ қалпына қайта оралады. Орыс тілі өктемдігін жасайды. Қазақ тілі қажетсіз болып қалады. Қазірде қажетті болып чекес қызып тұрған шамалы. Осында осының үлкен жиналыста, ұлан ғайыр жиналыстың өзінде қазақ тілінде айналайын алтында екі қарындасым ғана сөйледі, жаңағы кегеннен келген бір азамат. Басқа бірде бір қазақ жігіті сөйлей алмады бұл тілде. Сонда біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, өзіміздің тілімізді өзіміз сыйламасақ, ол тіл кімге керек? Басқалар соны қажет қыла ма? Осыны ойладық па? Намыс қайда?